Шалқар ұлттық радиосының әуе толқынында Айнұр Төлеудің «Құс жолы» бағдарламасы. Өзіңізді еркін ойлайтын адам ретінде сезінгіңіз келе ме? Онда көркем шығарма көп оқыңыз. Әдебиет әлемі арқылы тіпті таққа отырып, көкте қалықтай алуға болады. Қазір эзотерикалық әдебиеттерді оқу үрдісі белең алған. Ол да адам қиялының шексіз екендігін алдыға тартады. Тұрмыстық психологияда адамдарға түйсік ерекшеліктерін түсіндіруге барын салады. Ал сол түйсік пен тылсымды экспериментке салып, шынымен еркін ойлау мүмкіндігін көрсететін алаң әдебиет екенін ескеріп көріңізші. Армысыз? Радио журналымызды бастадық. Микрофон алдында журналист Айнұр Төлеу. Келесі айдарға көшсек. Әдеби тенденция. Біз бүгінгі тақырыбымызды форма және әдебиет деп қойдық. Сөйттік те бұл тақырыпқа ақын, аудармашы, драматург Ардақ Нұрғазыны шақырдық. Шығармалары өзге тілге аударылып жүрген автор әдебиеттегі формалар жайында айта алады деп сендік. Себебі оның шығармашылығының формасы бөлекше. Біздің жобаға қош келдіңіз аға. Сіз қалай ойлайсыз? Қаламдастар арасында шет тіліне тәуір аударылып жүрген адамсыз. Бір сөйлем яки бір тармақ қазақшадан өзге тілге аударылса, қуанатын адаммын өз басым. Енді осы өзге тілге аударылу жолын қалай жасадыңыз? Осын түсіндіріп берсеңізші. Басқа да ақындар біле жүрсе деген ой ғой менікі. Мен өз мамандығым химикпін да. Химияны оқып жүріп, әдебиетке құштар болдым. Сол салаға бейімделдім. Бірте әдебиетті көзқарасым болып, әлемдік әдебиетпен біраз біте қайнасып кетті да. Әлемдік әдебиет дегеннің өз үлкен қазан сияқты да, қайнап жатқан. Ода әртүрлі халықтардың әдебиеті бір-біріне аударылып, әлемдік әдебиет. Мысалы, батыс әдебиетін американ, ағылшын, француз, неміс, италия, осы швед тілдерінің бәрі бір-біріне аударылып келіп аударылып жатыр да. Неше түрлі ақындардың, неше түрлі жазушылардың, неше түрлі сыншылардың шығармасын оқисың да. Соның бәрі менің сол әдебиетке ең алғаш келгеннен бастап аударма деген бірінші орын шығармашылығымен былайша айтқанда қатар жүретін бір сондай бір ерекшелік алды да. Содан кейін Қазақстанға келдім. Қазақстанға келгеннен кейін кітаптарым жарық көрді. Осы барыста өзім былайша айтқанда аударуға болады-ау деген поэзиялы шығармамның мен ең кемде бір 60-70% аударуға жарайды деп сезіндім да. Содан бастадым да, ең алдымен қай тілге аудару керек. Бұны ең алдымен орыс тіліне аудару мәселесіне қарайлаға жүргем жоқ та. Сөйтодағында болдық қой енді. Ол қатарда біз қалай болмасына орыс тілді әдебиет, қазақ әдебиетін өз деңгейінде танысын шығар. Бірақ орыс тілі арқылы Еуропаға тану, бүкіл әлемге тану деген өте қиын нәрсе да. Өйткені олар да әлемдік әдебиетте белгілі бір орындарға олар да таласады, біз де таласамыз ғой. Қалай болмасын олар өздері алуға тиісті. Бәсекелес нәрсені олар бермейді да. Сондықтан оған біріншіден сол бол. Екіншіден мен өзім орыс тілін жақсы білмегендіктен оған бейімделмедім. Оның есесіне мен Қытай тілін жақсы білем да. Қытай тілін енді ана тілім деңгейінде білем десем. Сондықтан маған ең алдымен аударма десе, ең алдымен мен Қытай тілінде аударма жасайын деген идея келді. Қытайдағы басылымдарға сатырлатып бере бастадық. Соны алдымен бірер жыл шыққан жоқ, бірақ бірер жылдан кейін біреу бастап ғаннан кейін қалғанда сатырлатып бастады да. Соның кейін ең алдымен мына өлкөлік Қытайда өзі 4 үлкен әдеби журнал бар. Бұлар негізінен 4 Қытай әдебиетінің поэзиясы өзі 4 жүйеге бөлінеді. Соның бір жүйесі болып тұрған батыс өңір әдебиеті де келетін бір жүйе бар да. Солардың батыс өңір жаңа әдебиеті деген журнал бар да. Соған менің 7 өлеңім жарық көрді да. 7 өлең жарыққан ой бұл жақсы болды. Онда жақсы. Енді жалғасты аударма жасау керек деп. Соны мен аударманың жолына осылай түстім да. Арада менің 2 поэмам, 14-15 өлеңім Қытай тіліне аударып жарыққа шыққаннан кейін 2001 жылы Қытайдың Шимин қаласында әлем ақындарының фестивалы өтті да, 3-ші кез. Оған 250 ақын шақыртты әлемнен. Сол кезде Қазақстаннан мен де шақыртты. Ана өлеңім жарық көргендігі үшін Қытайда соған сай шақырды. Сонда ол жерде бір жеті жүрдік. Ол жердегі ең негізгі тақырып, сол жылғы әдебиет фестивалының тақырыбы әлемдік мәдениеттің тоғысу аясындағы поэзияның өзара аударуы деген тақырыппен өтті сол жыл. Ол жол негізінен мына өзі өлең жазатын және аудармашылықпен айланысатын ақын жазушылар шақыртты. Ана 200-дің ең кемінде бір 100-і бүкіл әлемдегі сондай. Былайша айтқанда олар негізінен Қытайлар енді Қытай әдебиетін насихаттау бағытында шақырып отырған адамдар екен да.
бір жағынан ақын, бір жағынан. Сол жерде 7 күнде сол аралықта мен біраз адамдармен таныстым. Өзім де өлең оқыдым. Қытай тіліндегі өлеңді, қазақ тіліндегі өлеңді оқыдым. Осыған барған қайтып келгеннен кейін бір аустралиялық 91 жылы Аустралияға кеткен бір Қытай ақын бар да, Ояң Ю деген. Сол кісімен танысқап визиткасын берген. Соны алып келгеннен кейін мен сол кісімен хабарластым интернет арқылы. Осындай өлеңдерімді жіберіп, бір поэмамды 14-15 өлеңімді жіберген едім, көрді де, ой, мынау жақсы екен. Дәл қазір орталық Азияға, түрік тілдес елдеріне байланысты жаңа аударма шығарма қажет қылып жатқан еді. Бір от шашушыз поэзия деген бір немене бар, әдебиетке қатысы портал бар, соған маған заказ түсіп жатқан. Мен сенің 5 өлеңіңді аударайын деді. Ой, онда жақсы болды. Сонымен ол 2013 жылы май айында болғаныз. Сонымен аударып қойды, бұл жүрді. Жоқ, сүйсем, бұлың шарты бойынша 2000 жылы декабрьдің 1 күні жарық береді. Сондай шарты бар екен ол немененің өзі. 90-дық журнал сияқты да бұлай. Содан кейін соған жарық көрді. Оған қазақша, қытайша, ағылшынша 3 тілдегісі бірдей шықты да. Сол партада қазір де тұр. Немене аудармаға деген тіпті де арта түсті да шығармаларды аудару. Сонымен былай шыққан кезде өзімнің 60-70% дүниемді бірақ аударып тастаған жағдай болды ғой Қытай тіліне. Сол Ояң Юмен байланысым жақсы болды. Бірте енді таныстық қой, бірте таныстық. Сонымен былтыр 2018 жыл Астананың 20 жылдығына байланысты фестиваль өтті. Соған сол кісіні шақырдым. Ол кісі келді. Келгеннен соның алдында менің мына театрға қатысты, театр деген бір поэма жазған. Соны жаздым, сол кісіге жібердім, ол кісі аударып, бір айдың ішінде Аустралияның тағы бір үлкен бір басылымы бар екен, соған жарық көрді. Енді оған неліктен олай десем, аудармашы айтады, бұл енді былай айтқанда театрға қатысты дүние, бұл әлемдік, әсіресе батыс мәдениетіндегі ерекше бір орны бар өнер дейді да. Сондықтан сол театрға байланысты болғандықтан, екіншіден өте жақсы жазылғандықтан, олар тез басты дейді да. Соны ол кісі келді. Сонымен екеуміздің ортамыздағы шығармашылық байланыс өрт. Бірте былай айтқанда, мен бұрын өзі Қытай тілінен қазақ тіліне аз аударатымын. Сонымен ол кісі, ой, сен ардақ Қытай тіліне деген неменен осындай жақсы екен. Сен неге енді біз сені аудара береміз бе? Сен бізді де аударсашы дейді ғой. Соны мен айттым, Қытайдағы қазақтардың ішінде Қытай тілінен қазақ тіліне аударатын ақындар өте көп. Жақсы. Олар Қазақстанның порталдарында да жарық көріп жатыр. Сондықтан енді мен оған кіріскен жоқ болатынмын десем, ол бір әйел автор таныстырды да, осыны аударсаң деп. Енді ол әйел автордікі мына былай айтқанда поэзиялығы өте бір мына ой ағыммен жазылатын бір поэзияның бір күрделі бір түрі бар да, сонымен еместі. Сонымен мен оның 5 өлеңін аудардым. Шыққаннан кейін Қытайдағы енді сол мені аударған Ояң Юдің достары бар ғой, енді ақын жазушылар. Ой, ол ардақ жақсы аударады екен. Онда сен аударсаң деп тағы бір ақын кісі талап қойды да, бір топ 60 өлең жіберіп, содан аударып. Содан бір 5 өлең аударды. Ол кісі мына бір үлкен журналдың бас редакторы екен. Соны айтты, ой, ардақ сенікін енді мен аудардым, мен сенікін басайын енді деп. Сол аударып та айын тұрған өлең бар. Соның ағылшыннан аударылған театр деген қытайшасы нұсқасын берген едім, одар былтыр жыл соңында соны басты. Демек, автор ана тілінен бөлек дәл сіз секілді басқа тілде еркін сөйлеу керек, аударма жасай алуы тиіс. Солай ғой, сонда ғана біздің дәуірде жасалып жатқан әдеби процесс басқа тілге аударылады. Әлбәттә. Өйткені бұндай қазіргі енді белгі жағынан айтқанда біз тәуелсіз мемлекет болдық. Біздің әдебиетіміз де бұрынғы кеңестік жүйедегі әдеби емес. Өз алдына әдебиет. Оның үстіне мына қазіргі жаһандану дәуірінде әдебиеттің орны, өзіндік орны тұрақтанып қалды да. Әдебиет былай айтқанда бір түрлі адамзаттың рухани дүниесіне баратын өте аз жолдардың бірі да. Мысалы, дін бір жол болса, әдебиет бір жол. Бірақ мысалы саясат адамды контролдау мүмкін, дін контролдау мүмкін, әдебиет контролдамайды. Әдебиет қашанда бостандықтарға ұмтылдырушы да. Былай айтқан кезде одан соң әдебиеттің басынан аяғына дейін гуманистік идеялар, гуманистік құндылықтар болады. Сондықтан былай айтқанда бүгінгі әлемдік әдебиетте әдебиеттің орны беретін алатын мағынасы өте жоғары да. Әдебиетті мына тауармен өлшейді да. Жоқ, әдебиет деген тауар емес. Ол сатылуы мүмкін. Тауар ретінде сатылуы мүмкін. Бірақ оның түпкі мәні тұрғысынан алғанда ол тауар емес та. Ол рухани тауар болуы мүмкін. Бірақ ол батыстық көзқарас бойынша болғанда ол рухани дүниені жасайтын элемент та. Мысалы батыстықтар анау Платон заманынан екіге бөледі ғой өзі. Көрінетін әлем, көрінбейтін әлем деп. Көрінбейтін әлемнің рухани дүние.
рухани әдебиет осымен тіке қатысты дейді да. Барлық рухқа қатысты дүниелердің бәрі әдебиет соқпай өтпейді. Батыстық болсын, шығыстық болсын, адамзаттың басындағы көптеген проблемаларының өзегінде не жатыр деген кезде адамдар дейді рухани дүниені тәннің проблемасымен шешетін болып кетті дейді да. Тәннің қалау арқылы рухани дүниені шешетін болып кетті. Рухани дүниеге тәннің көзқарасымен қарайтын болып кетті дейді да. Былайша айтқанда әдебиетке ақшаның көзқарасымен қарау деген сияқты нәрсе да. Сол түрін айтқан кезде енді қазақ әдебиеті даму үшін, әлемде үлкен деңгейге көтерілу үшін ол сөз жоқ, міндетті түрде аударылу керек та. Мысалы осы жолы 6 тілге аударылды, антологиясы аударылды. Осыған жиын өткізді мына ғалымдар үйінде. Соған мені шақыртты, мен де бардым, соған қатынастым. Мен бер жақтан атқанда қуандым да. Оның қатарында 30 ақынның ішінде мен жоқ екен. Ешқашан, өйткені мен онсыз да аударылдым. Қазіргі жастардың ішінде, мысалы 50-ден төменгілердің ішінде ең көп аударылған. Былайша айтқанда ағылшын тілінде әлемге ең алдымен аяқ басқандардың бірі мен деп қарауға болады да. Мысалы өзің ойласаң, басқалардың бәрі біздің бұрынғы Абайдан тартып, үлкен ақындарымыздың бәрін өзіміз аудартып жатырмыз да. Ағылшын тіліне, басқа тілдерге. Олардың бәрі үлкен жақтан айланымға кіріп жатқан жоқ. Олар былайша айтқанда сол бір зерттеу орындарында болуы мүмкін. Бірақ нақты айланымға кіріп жатқан жоқ та. Нақты айланымға кіру деген не деген сөз? Ол қазіргі әлем әдебиетінің қазіргі ортасына, айланым ортасына журналдарда жарық көру керек, порталдарда жарық көру керек, поэзия фестивальдарына сені шақыру керек, сен баруың керек, ол келу керек деген. Осындай қазіргі қайнап жатқан қазанға түсу керек та. Сол түрін айтқанда енді осы жолғы 6 тілге аудару антологиясы жақсы бастама деп ойлаймын да. Оның үстіне енді бір жағын айтқанда үлкен орыс тілі аудиториясынан сырт үлкен әлемде қазақ әдебиетінің поэзиясында, прозасында мен өзім ойлаймын, білетіндер өте аз да. Оны орталық Азияны зерттеу керек. Сені әдебиет арқылы саған философияңа жетеді, сенің тұрмысыңа, мәдениетіңе тереңдейді. Осы тұрғыдан алғанда жақсы нәрсе. Былайша айтқанда енді қайтесің? Мысалы, енді салыстырып оқиды. Сол антологиядағы авторлармен мені салыстырады былайша айтқанда. Өзара салыстыру басталады да. Адамдардың былайша айтқанда кімнің шығармашылығының шын мәнінен керемет екендігі, кімнің нашар екендігі де енді бірте-бірте немен етеді да. Сол түрін айтқан кезде шығу керек. Сіздің шығармалардың мазмұндық һәм мағыналық формасы өзгеше ғой. Осы өзгешелік өз кедергісін келтірмеді ме? Мәселен, әдеби ортаның қабылдамауы деген сияқты. Әдеби орта мені қалай қабылдады дегенді мен көп есептесе бермеймін да. Ол сұраққа алаңдамаймын, ол мені бас қатырмайды. Өйткені ең алғаш анау 93-94 жылдар мені бас қатырған нәрсе қалай болды десем, ең алғашында мен де мына былайша айтқанда қалыптасқан үлгімен шығарма жаза бастадым да. Формаға түсу. Өйткені бізді орта мектепте солай тәрбиеледі ғой. 4 жұмақ өлең жазсаң, соның жүйесі жаңылып кетпеу керек. Мысалы сен алғашқысын қара өлең ұйқасымен жазып, шалыс болмау керек. Сондай немен етеді да. Осылардың бәрі немен етіп қалған ғой, миға сіңген ғой. Кейін университетке барғаннан кейін әлем әдебиетімен араласа бастағаннан кейін мына батыстың постмодернистік әдебиеті бұл форма дегеннен қашады да. Сонан кейін соларды оқу барысында маған бір ой келді ғой. Неге біз былаймыз, ел былай. Егер біз былай жазсақ қалай болады деген нәрсе. Сонымен мысалы мен Томас Элиоттың Чөл поэмасын зерттедім ғой. Зерттеп ол 4 тілде аударған, Қытай тіліне 4 рет шыққанда. Сол жөнінде жазған 78 жылдан 92-93 жылға дейінгі Қытайдың өзі зерттеу орындары жазған мақалалар бар да, сол кітапты зерттеген. Бірақ оқып шықтым. Басты оқығаным бұл жерде осы шығарманың формасы қалай? Форма мәселесін қалай шешті? Мазмұнын қоя тұрайықшы. Форма мәселесін қалай шешті? Дегенге бас қатырдым ғой. Форма жоқтың өзі форма деп қаралады да. Сол мені азат қылды да. Былайша айтқан кезде мен осы қазақ әдебиетінің ортасында жүрген кезде де маған бір былайша айтқанда түрліше ойлар айтылса, қабылдамай жатқан сияқты дүниелер, жаңағы көзқарас былайша айтқанда жаңағы жеткен сол қорытындым мені былайша айтқанда ашты. Мен бәр нәрсеге тек қана өзім шеше алатын деңгейге жеттім де. Менің өлең, менің өлең емес екені. Сөздің барлығын формаға салып шығып, өлеңге ұқсайтын жасанды дүние жасауға болады ғой. Бірақ ол өлең емес әрине. Мысалы мен дәрігердің аппақ халатын киіп алып, емхананың ішінде жүруім мүмкін. Науқастар мені дәрігер деп ойлауы да ғажап емес, өйткені формам бар. Бірақ шындап келгенде мен дәрігер емеспін ғой. Мысалы, Мұқағали Мақтаевтың шығармалары ғой. Керемет жазылған өлеңдері бар да, сен одан форма таба алмайсың. Өлеңді біреу оқыған кезде оның формасы сода шығады. Сонда байқалады да. Нағыз поэзиялық, нағыз ақында жазған шығармада оның мазмұнының формасында ешқандай былайша айтқанда бөліп жаратын нәрсе жоқ. Ол екеуі былайша айтқанда біте қайнасып кетеді да. Мысалы, Мұқағалидың Қайың жөнінде жазған әннің сөзі дейміз ғой енді, поэзия. Өзің ойла.
ол жерде сезімде, ойда, формада бір-біріне былайша айтқанда ол образ, бұл жерде образ бірінші орынға шығып кеткен да, формада, ойда, сезімде сол образға жан біткен да. Жаңағылардың бәрі сол образға жан біткеннің арқасы бір-біріне сіңіп кеткен да. Мысалы қазір қазақ әдебиетінде де көп неме. Мысалы былтыр да дау болды. Аманқан әлі мен Айттың, Несіпбек Айттың ортасындағы дау. Аманқан әлім айтты, кім Несіпбек Айттың поэмасы деңгейге көтерілмейді деді. Иә, поэма емес деңгей. Несіпбек Айт қайтты, сендердің тілің тіл емес деді. Екеуі екі түрлі, екеуінің де сөзінде жаны бар. Бірақ бұл жерде қайтты, бұл жерде біздің әдебиетімізде, әсіресе поэзиямызда көп нәрсенің шешілмей жатқандығы. Өзі, мысалы, Аманқан әлімнің өзінің поэзиясы бар, поэзиясын неге Айт мойындамайды? Ал неге мойындамайды? Негізі мойындамау деген сөз өзіме ұнамайды. Өйткені бұл жерден жатқанымыз Несіпбек Айттың поэзиясы ол дәстүрлік қазақ тілінің дәстүрлік сөйлеу, дәстүрлік образдау жүйесіне тән поэзия да ол кісінікі. Одан кейінгі жаңа осы заманғы поэзияның тілі қалыптасқан жоқ та қазақ неменесінде. Қоғалайлар бір деңгейге жеткізді, мүмкін де жеткізген. Бірақ толық бір нәрсе қалыптасқан жоқ та. Сондықтан мысалы Аманқанның өлеңінің бір аяғы бір шумағы жақсы, екінші шумағы жақсы түспей қалуы мүмкін. Болмаса біреуі формаға жақсы, екіншісі формаға да жақсы. Сондықтан дәл сол нәрсені айтып отыр да. Аманқан тіл білмейді деп отырған жоқ бұл жерде. Поэзиялық деңгейде ой мен мазмұнды біріктіріп жаңа поэзиялық үлгідегі деңгейге сен жете алмай отырсың деп айтып отыр да. Сөзінің астары сол. Біздің әдебиетімізде, біздің поэзиямызда әлі де көп жүру керек та. Біз не мазмұн, не форма дегенге таласатын уақыттың түк те қажеті жоқ. Ол әдебиеттанушылардың айтатын мәселесі ғой негізі, айналысатын ісі былайша айтқанда. Әдебиеттанушылардың нәрсе. Біз жақсы жазсақ та, жаман жазсақ та жаңа нәрсе жазуымыз керек. Былайша айтқанда қазіргі әлемдік әдебиет адам жанын зерттеуші деп қараймыз. Адам жанын зерттеуші қазір өзің ойлашы, бірінші ғасырдың алдындағы Мағжандардың кезіндегі әдебиеттану мен қазіргі әдебиеттанудың ортасында жер мен көктей fark. Мысалы, Мағжандар ең алғаш педагогика деген ғылымның алғашқы кітаптарын жазды. Алғашқы физиологиялық шығармалар жазды. Ал бір ғасырдан бері физиология ғылымы қайда келді? Әдебиеттану, эстетика, физиология, философия әдебиетке. Бірақ соның бәрі әдеби мәтіннің жаңаруына әкелді. Әдеби мәтіннің жаңару деген сөз әрбір қолданатын сөзің сенің сөзіңе салмақ салады да. Біз бұрынғы адамдар сияқты сөйлемейміз. Бұрынғы адамдар сияқты жазбаймыз. Сондықтан ол бұрынғы адамдардың сөз сөйлемін біз қазіргі заманға тән қолданған кезде ол жаңа сөйлем болады, жаңаша жасақталады да. Бұл деген сөз көп адам біздің поэзияның әлі де көп адамдардың былайша сынақтан жүргізіп өзіне тән сөйлеу мәнері, өзіне тән жазу мәдениетін қажет екендігін түсіндіреді да. Сонда ғана топталып келіп біреу менің жазғанымнан сен көресің, сенен сөйтіп жаңа жазу мәдениеті қалыптасады да. Оның ішінен енді бір жақсы ақын шығып, ол біздің поэзияны тағы бір биікке көтеріп жібереді. Енді біз оның қайсысы форма, қайсысы қара өлең, қайсысы қара өлең емес десек, біз ана жаққа жүретін жолымызды тастап басқа жаққа лағып кетеміз ба? Біздің қазіргі поэзия көп жақтан айтқанда алға жүру керек. Енді алдыңғы толқын ағалардың бұл пікірге айтатын өз уәжі бар шығар. Ал өзіңізден кейінгі қалам ұстағандарға осы пікірді айтып отырасыз ба? Көп жағдайда айтамын. Мысалы 10 жылдың алдында мен шетел әдебиеті газетін шығарып жүргенде жастармен көп араласам, көп бара. Сол кезде біраз жақсы ақындармен араластым да. Қазір мысалы 10 жылдан кейін солардың бірде-біреуі жоқ. Жазып жүргенін көрсең қарның ашады да, жатталып қалған. Өсу жоқ. Ең алғашқы шабыт, ең алғашқы ынтық жоқ. Олар өсу үшін не істеу керек еді? Ақымақтың сұрағы секілді көрінер, мейлі көрінсе көріне берсін, сіздің жауапты білгім келіп тұр. Бұл енді өсу үшін мен өзім көп оқу керек та. Әсіресе әлемдегі әдебиетті көп оқу керек. Қазақ поэзиясы былайша айтқанда үлкен таланттар азырақ шықты да. Сонымен бірге біздің әдебиет зерттелген жоқ та. Сен әдебиетті зерттемей тұрып, ол жөнінде түсінім көбеймей тұрып, сен басқаларда дұрыстап оқи алмайсың да. Поэзия сыны болсын, әдебиет сыны мен шығармашылық қатар жүру керек. Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет академиясы сияқтылар зерттеу орындары, филологиялық факультеттар, мысалы ғылым министрлігі болсын, осындай сала бірлесіп жұмыс істеу керек те. Дәстүрлік әдебиеттен осы заманғы әдебиетке әкелу керек. Оны шетелдің былайша айтқанда дамып кеткен неше түрлі сын ағымдар бар. Философиялық тұрғыдан олар былайша айтқанда өте жүйеленіп кетті да, тәжірибе алмасу керек. Сонда ғана әдеби ортаның көзқарасы өзгереді да. Әдеби ортаның көзқарасы өзгергеннен кейін қайтеді? Адамдар былайша айтқан кезде өзінің не істеп жатқанына белгілі бір деңгейге жетеді. Сен не істеп бірдеңкемен, өнімді бірдеңкемен айланысып жатқаныңды білесің да. Соның кейін былайша айтқанда бәсеке болады адамдардың ортасында. Философияда бар ғой, сан болмай, сапа болмай. Сан болу керек та.
көп ақындар осы бір салаға ұмтылғаннан кейін біреуіне біреу ықпал етіп ең соңында біреулер жетістікке жетіп қазақ поэзиясын бір деңгейге шығарады да. Өзіңіз айтқандай әдеби орта дегенде шартты ұғым ғой негізі. Дегенмен кейде осы шартты ұғымнан да айналып өте алмай қалатын кездер болады. Бізді тұралатып жатқан қайғылық не мінез осы? Үлкен авторлардың кейінгілерді былайша айтқанда көп жағдайда өзінің шашпауын көтеретін, өзінің сөзін сөйлесін, өзін аға деп бір сақал сыйлайтын қылып тәрбиелейтін сияқты болып тұрады да. Оларға шын мәнінен поэзияның нағыз поэзия тұрғысынан, поэзияның ең алғашқы қалыптасқаннан болашаққа даму тұрғысынан емес, өз тұрғысынан ықпал ететін сияқты болып тұрады да. Бұның бәрі белгі жақтан айтқан кезде, менің тұрғымнан айтқан кезде, бұл қазақ поэзиясын былайша айтқанда артқа тартады да, алдыға жүруге ықпал етпейді. Модернизм туралы айтып қалдыңыз. измнің қайсысын жақын тұтасыз өзіңіз? Батыс модернизмнен не аласыз дегендей? Модернизмде біз солардың эстетикалық ерекшелігін, жазу, тіл қолданудағы, көркем шығарманы елестетудегі, былайша айтқанда біз солардың элементін аламыз да, сондықтан біздің бойымызда сондай нәрсеге, менің бойымда сондай нәрсеге жақындық бар да. Модернистік элементтерге, элементтер мен детальдар бар. Сондықтан мен ешқашан өзімді модернизмшімін деп айтпаймын. Изммен қатысым жоқ да, менде элемент қане бар. Түсінікті. Бізде драматургия діңгегі деген айдар бар. Әңгімемізді сол айдарда жалғастырсақ. Драматургия діңгегі. Біз бағана поэзияға қатысты әңгімеде форма туралы біраз тоқталдық қой. Енді драматургияның даму үдерісіне мән берейікші. Бағана айтқан модернистік драматургия, модернизмнің келуі өзі поэзияда, прозада, драматургияда қатар жүрді да. Драматургиядағы басты бір ерекшелік, мысалы драматургия мен модернистік драматургияның басталуында бір өзгешеліктер бар да. Бұл өзгешеліктер мысалы қайшылықтың ішкі жаққа түсуі. Мысалы дәстүрлік Шекспирде болсын, Ивисонге дейінгілерде қайшылық сыртта көрнектіленеді да. Қоғамдық қайшылық пен жеке адамның қайшылығы, жеке адамның мен отбасылық қайшылықтар, қоғамдық қайшылықтар белгілі бір сырт жақта көрініс береді да. Ал драматургияда бұл көп жағдайда адамның ішкі жағына түсті да. Чеховтың шығармаларын қайшылықтың ішке түсуі бар да. Былайша айтқанда кейіпкерлердің ішкі жағы, қайшылықтың жасырынып қалды. Сонда көрдің бе, Чехов қайткен әгіндей қайшылықтардың бәрін адамның рухани дүниесіне жіберген. Трагедиялы үлкен қайшылықтардың екі түрлі даму басқышы болады да. Бірі сыртқы даму басқышы болады. Мысалы, Гамлеттердегі сияқты. Ең соңында қиналып, ең соңында өлімге барып тіреледі да. Енді біреу ішкі дүниеге кетеді да. Жаңағындай шебау сияқты нәрседен айырылған өзіңе сұлу, жаныңа жақын нәрседен айырылған сенің жаның жылайды. Ал жылаудың ең чегін, не деп түсінуге болады, ең чегін юморалық қайтарады дейді да. Чеховтың шығармаларын айтады ғой. Бұл мүмкін былайша айтқанда трагедиялық шығарма емес, комедиялық шығарма дейтін себебі. Комедияның ең жететін жері, шығатын ең биігі жылап тұрып күлсе, міне ол былайша айтқанда комедияның жеткен жері дейді да. Адамның бөгделену құбылысы, қара юмор деген сияқты философиялық тұс алатын мына сын мен философияға қатысты дүниелер болды да. Осылардың бәрі менің өз шығармашылығым әсер етті. Мен жазған пьесаларымның ерекшелігі сол модернистік элементтермен біте қайнасып жатыр. Драматургия жаңарту керек. Батыстың мына сын, әдебиет сыны, прозаға, поэзияға, драматургияға қатысты сынына жақсы өзім арман етіп соны оқи алмадым ау деген кітабым қалған жоқ. Өмір сүріп жүрген жоқ сияқтымын. Мен әдебиет өмір сүріп жүрген сияқты болады да менің өзімнің немдемді. Бар дүнием, бәр нәрсем берілген. Таңертең тұрғаннан кешке ұйықтағанға дейін қарата менің басымда әдебиет жүреді. Шығармашылық табыс тілеймін, қажымаңыз. Біз ұсынған микрофонға уақыт тапқаныңызға алғыс айтамыз.